Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз бойынша периодты ондық бөлшектерді жай бөлшектерге қалай айналдыру керек екенін сіздерге түсіндірейін. Мұнда біз шексіз кемелі геометриялық прогрессия мүшелерінің қосындысын формуласын пайдаланып, периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыруды қарастырамыз. Мысалға, 0,5 периодында 3 болатын болса, осы санды біз қалай айналдырамыз? Ондық периодты бөлшекті қарапайым бөлшекке қалай айналдырамыз? Енді бірінші бүтін сан біз 0 бүтін болғандықтан жазбаймыз. Екінші ондық үлесі бізде периодтың алдында қандай ондық үлес тұр? Ондық па, жүздік па? Соны жазып қоямыз. Бұл бізде 10-нан 5 болсын. Қосылған 3 периоды дегеніміз ары қарай 3, 100-ден 3, 1000-нан 3 болып кете береді. Сондықтан мынандай қосылғыштарға жіктеп жазамыз. Келесі бізде 1000-нан 3 деген сияқты тағы да сол сияқты қосылғыштарға жіктеледі. Енді бұл бөлшекті біз қарапайым бөлшекке қалай айналдырамыз? Бірінші 10-нан 5-ті біз оны өзгеріссіз жазып қоямыз. Келесі екінші қосылғыштан бастап бізде 100-ден 3, 1000-нан 3, 10.000-нан 3 деген сияқты қайталанып кетіп бара жатқан, кеміп кетіп бара жатқандықтан біз мына жерде ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарамыз. 100-ден 3-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Бұның барлығын біз не үшін жасап жатырмыз? Біз өзімізге керекті кеммелі, шектеусіз кеммелі геометриялық прогрессияның қосындысына алып келу үшін, сол формуланы қолдану үшін жасап жатырмыз. 100-ден 3-ті жақшаның сыртына шығарып жібергеннен кейін қосындының ішінде бізде 1 қалады, келесіде бізде 10-нан 1 қосылған 100-ден 1 деген сияқты осындай қосындылардың тізбегі шығады. Келесі қадамымыз біздің 10-нан 5-ті жазып қоямыз. Қосылған 100-ден 3-імізді жазып қоямыз, ортақ көбейткішті шығарған. Ал мына жақшаның ішіндегі байқап отырсаңыздар, бізде қандай қосынды? Бұл кеммелі, шектеусіз кеммелі геометриялық прогрессия кеміп бара жатыр. Яғни бірінші мүшесі бізде 1 болды, екіншісі 10-нан 1, 100-ден 1 деген сияқты. Енді бұл жерде бірінші мүше өзіміз қосындының формуласын алатын болсақ, өзіміз білетіндей S дегеніміз B1 бөлінген 1 минус Q. B1 дегеніміз бұнда бізде бірінші мүшесі 1-ге тең, ары қарай формула бойынша 1 азайтылған. Ал Q дегеніміз не еді бізде? Ол еселік. Қанша есе бізде азайып жатыр. Не болмаса Q-ды табу үшін тізбектің екінші мүшесін бірінші мүшесіне бөліп те тауып алуға болады. Ол бізде 10-нан 1-ге тең. Ары қарай 10-нан 5-ті жазып қояйық. Қосылған 100-ден 3-імізді жазып қоямыз. Көбейтіледі. Енді мына жақшаның ішіндегі қосындыны біз ыңғайлы болу үшін тез есептеп мына жерге жаза салайық. 1 бөлінген 1 алынған 10-нан 1-іміз, мына жерде 1-ден 10-нан 1-ді алсақ, ол 0,10-нан 9 болады. 1-ді 10-нан 9-ға бөлсек, ол бізде 9-дан 10 болады. 9-дан 10 болады. Енді 10 менен 100-ді қысқартатын болсақ, бізде мұнда 10, мұнда 9 менен 3-ді қысқартатын болсақ, 1 деген осындай бір сан шығады. Енді 10-нан 5 қосылған 30-дан 1 деген бөлшек қалды бізде. 10-нан 5 қосылған 30-дан 1. Тең. Енді кәдімгі өзіміз білетін бұрыннан таныс қарапайым бөлшек шықты. Ортақ бөлімге келтіріп ары қарай шығаратын болсақ, 30-дан 16, оны қысқартатын болсақ, 15-тен 8 деген осындай қарапайым бөлшек шығады екен. 15, мына санымыз бізде 15 деген сан. Енді осыған байланысты қазір тағы да бірнеше мысал беремін. Сол мысалдарды үйде шығарып келесіздер. Үйге тапсырма.